Сәлем достар. Үсік шалу белгілері, алғашқы көмек және алдын алу. Төмен температура жағдайында көптеген адамдар гипотермия және аязға ұшырайды. Бұл денсаулыққа ауыр зардаптар әкелуі мүмкін. Үсік шалу бұл төмен температураның әсерінен дененің кез келген бөлігінде қайғылы жағдайға дейін зақым келтіру. Аяздың себептері: тығыз және дымқыл киім мен аяқ киім кию, физикалық шамадан тыс жұмыс, аштық, мәжбүрлі түрде ұзақ уақыт бойы қозғалыссыз және ыңғайсыз жағдай. Аурулар нәтижесінде ағзаның әлсіреуі, аяқ-қол тамырларының және жүрек-қан тамырларының жүйесінің созылмалы аурулары, қан жоғалуы мен ауыр механикалық зақымдану, темекі шегу, алкогольдік, масандық және тағы басқа. Аяздың және жалпы гипотермияның белгілері: тері бозғылт көкшіл түстес, температура тактильді және ауырсыну сезімталдығы жоқ немесе күрт төмендеген, жұмсақ терілердің қатты ауруы, қызаруы және ісінуі пайда болуы. 12-24 сағаттан кейін терең зақымдану кезінде қанды құрамында бар көпіршіктің пайда болуы мүмкін. Жалпы үсік шалғанда адам әлсіз, қоршаған ортаға бейжай қарамайды. Терісі бозғылт, суық, жүрек қағысы жиілейді. Қан қысымы мен дене температурасы 36 градустан төмендейді. Үсік шалған кездегі алғашқы көмек аяз белгілері анықталғанда ең бірінші кезекте жәбірленуші жақын маңдағы жылы бөлмеге жеткізу. Мұзатылған аяқ киімді, шұлықты қолғапты шешіп тастау. Денесінің зардап шеккен аймақтарын біртіндеп баяу, негізінен пассивті түрде жылыту керек. Дененің үсіген жерлерін қолмен, матамен, спиртпен, қармен сүртуге болмайды. Жәбірленушіні жылы көрпеге орап немесе дененің зардап шеккен бөлігін жылу оқшаулағыш мата, дәнекер, таңғыш салу керек. Алғашқы көмек шараларын өткізумен қатар жедел медициналық көмек көрсету үшін дәрігерді, жедел жәрдемді шақыру қажет. Аяздан, үсіктен сақтану үшін бірнеше ережелерді сақтанған дұрыс. Бос және көп қабатты киім кию керек. Жылы аяқ киім ерекше назар аударыңыз. Аязға қолғапсыз, биялайсыз, бас киімсіз және мойын орағышсыз шықпаңыз. Терінің жалаңаш бөлшектерін металлмен жанастыруды бас тартыңыз. Металл дегеніміз алтын, күміс және сақина, сырға сияқты серпілік бұйымдар. Мүмкіндігінше досыңыздың көмегін қолданыңыз. Бетіңізді, әсіресе құлағыңызды, мұрныңызды және бетіңізді бір-біріңіздің теріңіздің түсіндегідей кез келген әуелі өзгерістерді қадағалаңыз. Үсік шалған дене бөлігін қайта тоңазытудан сақтаныңыз, себебі бұл теріні одан әрі зақымдап алуға болмайды. Аяқ-қолдың тоңып қалуы кезінде үсіп қалу қаупі бар жерлерді жылжыту және тексеру үшін кез келген жылы жерге, дүкенге, кафеге, кіреберістерге кіруге болады. Желден қорғаныз, себебі желде үсік шалу ықтималдылығы әлде қайда жоғары. Егер сіз төтенше жағдайға тап болсаңыз, 112 құтқару қызметіне қоңырау шалыңыз.